Споралы өсімдіктердің тіршілік циклы. Өткізгіш ұлпалары жақсы жетілген жоғары сатыдағы өсімдіктер. Жауап: қырық жапырақтылар. Өсімдіктердің тіршілік цикліндегі жыныссыз ұрпақ қалай аталады? Жауап: спорофит. Жұп хромосомалы ұрықтанған жұмыртқа жасушасы. Жауап: диплоидты зигота. Сорус деген не? Жауап: қырық жапырақтылардың жапырағының астыңғы жағындағы спорангилер жиынтығы. Қырық жапырақтылардың гаметофитін сипаттаңыз. Жауап: мөлшері 1 мм, жасыл түсті, жүрекше пішінді өскінші. Қырық жапырақтылардың гаметофитінде қандай мүше болмайды? Жауап: жапырақ, сабақ. Мүктердің тіршілік циклінде басым болады. Жауап: гаметофит. Мүктер мен қырық жапырақтылардың тіршілік циклі неше фазадан тұрады? Жауап: 2. Мүктерде ұрықтану қай өсімдікте жүреді? Жауап: аналық өсімдікте.